Наруто анимесінде кейіпкерлер өте көп. Олардың ішінде анименің басынан аяғына дейін көрсетіліп, бірақ адамдарды өзіне қарата алмай кеткендері бар. Алайда, аниме мен мангада бір жарқ етіп, қалың жұрттың көкейінде мәңгіге қалған кейіпкерлер де баршылық. Және солардың бірі Учиха Шисуи. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір алып кеттік. Шисуи ең алғаш рет Наруто Шиппуденнің 201 бөлімінде көрсетілді, және көп адамдар біле бермейді, бірақ ол оқиға желісінде маңызды рөлге ие. Әрине, алғашында Шисуи мангада маңызды рөлдерді иемдену үшін пайда болмады. Авторлар оны сюжеттегі кейбір дүниелерді түсіндіру үшін пайдаланамыз, және артынан қоқысқа лақтыра саламыз деп ойлады. Шисуи арқылы олар Итачидің көзіндегі Мангекё Шаринганды және Учиха әулеті неге Итачидің артынан түскенін түсіндірді. Алайда бұл жайт бірден емес, тек біраз уақыт өткен соң ғана көрсетілді. Дегенмен Шисуи кейіпкер ретінде адамдарды өзіне тарта алатын қасиетке ие болған соң, Итачи Гайденде авторлар Итачидің өткен өмірін ашумен қатар Шисуи жайлы да біраз сөз етулеріне тура келді. Бұл жайт тек Шисуидің фанаттарына ғана емес, жалпы Наруто фандарға майдай жақты. Себебі тек Итачи Гайденде Шисуи құпияға толы кейіпкерден біз білетін Шисуиға айналды. Ол бала кезінен талантты, дарынды болғаны белгілі болды. Шисуи сонда да басқа Учихалар секілді менмендікке салынбады, яғни қарапайым жан болды. Слабость этой техники – мое существование. Шисуи ешқашан осындай сөздер айтпас еді. Қазақта сөз бар ғой, семіздікті тек қой мен Мадара ғана көтереді деген. Одан бөлек ол өз әулетінде, ауылында қатты жақсы көрді. Шисуи Итачиға қатты әсер ете отырып, Итачидің есеюіне, өз көзқарастарын қалыптастыруына зор үлесін қосты. Ол Итачиге керек уақытта өз-өзін құрбан етуге, жақындарын, елін, жерін жасырын түрде қорғау жайлы идеяларды жеткізді. Шисуи соғысты, шайқастарды ұнатпаған соншалық, ол өз Мангекё Шаринганын кекшілдік жалынына түспей-ақ аша алды. Яғни Шисуи Мангекё Шаринганды ашу үшін ешкімді өлтірмеді. Ол тек өз жақынының өлімінен кейін өз Мангекёсын оята алды. Ал оның жақын адамы кім еді? Ол жайлы ештеңе айтылмады және көрсетілмеді. Мүмкін ол Учиха Кагамидің өлімінен кейін өз Мангекёсын оятқан шығар. Ал сен қалай ойлайсың? Астына өз ойыңды жаза кет. Учиха әулеті Канохаға қарсы бүлік дайындап жатқанда Шисуиға өзінің ең жақын досы Итачиді аңдуына тура келді. Бұл Данзоның бұйрығы еді. Ақыр соңында ол Итачиге оны біраз уақыт бойы аңдығанын жеткізіп, өз миссиясын орындай алмады. Сол кездері Шисуи Каноха мен Учиха әулетінің арасындағы қанды қырғысты болдырмас үшін өз әулетін түгел гензуцуға алуға дайын еді. Оның солай жасауға күші де жетерлік еді. Өйткені Шисуидің көздерінің ерекшелігі Кото Амацуками атанған ерекше гензуцуда болатын. Кото Амацуками арқылы Шисуи өз құрбанының жады мен естеліктеріне қолын сұғып, оларды өзгерте алатын, немесе өзін өз құрбанына дос ретінде көрсете алатын. Айта кетелік, бұл қабілет Блич анимесіндегі Цукишиманың қабілетіне өте қатты ұқсайды. Дегенмен Шимура Данзо Шисуидің бір көзін тартып алған соң, Шисуидің жоспарының салы суға кете бастады. Данзоның тек бір көзбен тоқтай қоймайтынын түсінген Шисуи екінші көзін қарға арқылы Итачиге тапсырды, және бір жағынан Каноха мен Учиха халықтардың онсыз да жаман болып тұрған арасын одан әрі өршітпес үшін, екінші жағынан өз денесін бөтен қолға түсірмес үшін ол биік жартастың төбесінен секіріп жан тапсырды, және өлер алдында өлімнен еш қорықпастан екі көзінен айырылса да ауырсынуды білдірместен Шисуи күлімсіреген күйінде осы өмірмен қоштаса берді. Себебі Шисуи жас болса да қауіпті әрі танымал шиноби болатын, ал оның денесі жаман қолға түссе, бәрі өте қайғылы болар еді. Сол себептен мысалы Шисуидің денесін Кабуто таба алмай, Эдо Тенсей арқылы Шисуиді тірілте алмады. Бірақ мұнда бір күмәнді жайт бар. Егер мен қателессем, комментарийлерде мені түзеп жіберіңіздер. Қателеспесем, Итачидің үйіне келген Учихалар Шисуидің өлі денесі өзенінен не сарқырама қасынан табылды деп айтқан болатын. Бұл сонда не? Шисуидің өз денесін ешкім таба алмайтындай жасырғаны қайда? Әлде Учихалар оны белгісіз жерге көміп, оның моласының үстін бірнеше мың жылқыдан тұратын үйірмен таптатып тастады ма? Меніңше бұл аудармашылардың не авторлардың қатесі, немесе менің анимедегі жайтты дұрыс есіме түсіре алмай қателесуім де ғажап емес. Одан бөлек Шисуидің өлгеніне сенбеген кей фанаттар кезінде оны Тоби ол Учиха Шисуи деп ойлағандарын да айтып кеткен жөн шығар. Бірақ бәріміз білетіндей,
Тоби ол Учиха Обито болып шықты. Ал сен қалай ойлайсың? Тоби болуға Обито лайықтырақ па әлде Шисуи ма? Кім анимені қызықтырақ ете түсіреді? Тағы да айта кететін жайт, Хирузен Сарутоби Шисуиді Учиха Кагамиге ұқсатқан болатын. Бірақ Шисуи Хирузенге мен өз туысқанымның тырнағынан да татымаймын дегендей сөздерді жеткізген еді. Ал Данзо Шисуи Кагамидің ұрпағы болған соң, оған Итачиді аңду миссиясын сеніп тапсырған еді. Демек, Шисуи шынымен де Кагами батырдың ұрпағы. Анимеде Шисуи Итачимен бірге көп жаттыққаны және оған өлім орманында көмек пен түрлі нұсқаулар беріп, өз тәжірибесімен бөліскені көрсетілді. Және Итачи екеуі түп тамыр анбулармен де шайқасып жеңіске жетіп үлгереді. Шисуи өз күші арқылы тұмандық шиноби Аоның отрядын біраз састырды. Шисуидің күшінен қауіптенген Ао өз отрядына кері шегінуге бұйрық берді. Солай Ао өз отрядын тірі сақтап қалғанымен, ол өз миссиясын орындай алмады. Және Шисуи Саскемен де таныс болып, екеуінің ара қатынасы жақсы болатын. Анимеде оның Саскемен әзілдескені көрсетілді. Шисуидің қабілеттері Итачидің қабілеттеріне ұқсайды. Екеуі де барлық Учихаларға тән отты нинджутсуларды қолданады. Екеуінде де мықты генджутсулар бар. Және екеуі де қарғаларды шайқаста қолдана алады. Және екеуінде де Сусано бар. Бұл ретте Шисуидің Сусаносы тек Наруто Shippuden Ultimate Storm Generation ойынында ғана көрсетілгенін айта кеткен жөн. Авторлар Шисуидің қабілеттерінің бір бөлігін Итачиден алды. Бірақ анимедегі сюжетте Шисуи Итачиге біраз нәрсе үйреткендей қылып көрсетті. Одан бөлек Шисуи үлкен жылдамдыққа ие болды деп айтады және оның сол жылдамдыққа негізделген дене жыпылықтауының нинджутсусы атты қабілеті болды. Қате аударсам, кешіріңіздер. Яғни Шисуидің жылдам болғаны соншалық ол қарсыластардың көзіне 5-6 Шисуи болып көрінетін. Осыған ұқсас қабілет кісі өлтірушілер сыныбы анимесіндегі Коро Сенсейде де болды және визуалды тұрғыда Mortal Kombat Fighting-індегі Джонни Кейдж сол нинджутсуға ұқсас соққыға ие. Кезінде жылдамдық тек тайджутсу мастерлерінің ерекше қабілеті еді. Ал Shippudенде тайджутсуға аса қатысы жоқ көптеген шинобилер өте жылдам болып шықты. Одан бөлек Шисуи жасыл түсті Сусаноға ие. Жылдам шинобилер сияқты Наруто Shippudенде Сусано иеленген шинобилер көбейіп кеткен еді. Қазір әрине Сусаномен ешкімді таңғалдыра тамсандыра алмайсың. Бірақ Сусано Шисуидің шабуылы мен қорғанысын едәуір күшейте түседі. Әрине, мен сияқты ұлттарға Шисуидің Сусаносы ұнамауы мүмкін. Дегенмен жалпы Наруто фанаттар кез келген алдарына қойған дүниені жей салатынмен белгілі ғой. Ал Шисуидің сюжеттегі маңыздылығы мынада. Ол Итачидің өміріндегі сәттерді түсіндіруден бөлек, оның көзі арқылы Данзо едәуір күшейе түсті және Итачиді Эдо Тенсейдің шырмауына Шисуидің көзі ғана босатқан еді. Міне аниме мен мангада тым аз көрсетілген кейіпкер оқиға желісін қалай алға жылжытып тастады. Мені білесіздер, авторларды көп сынға алатынымды. Бірақ Шисуидің сюжеттегі орнына келгенде авторлар барлығын дұрыс жасады. Алайда сонда да бірдеңе жетіспегендей болды. Ол не? Ол Шисуимен орын алған толық шайқас және Шисуидің өз атынан көрсетілген жеке флешбектері еді. Бұған небәрі 4 серия ғана керек еді. 2 серия шайқасқа және 2 серия флешбектерге. Мысалы Шисуиді анимеде Эдо Тенсей арқылы тірілтіп, оны Альянс шинобилері және Нарутомен шайқасқа түсіруге болатын еді. Және артынан Нарутоға өзін жеңудің жолдарын айтып берген Шисуи күлімсіреп Джодоға, яғни өлілер әлеміне қайтадан аттанатын еді. Немесе Барутода Арачимару арқылы Шисуиді тірілтуге болады. Не таймскип арқылы Баруто және басқа шинобилер Шисуи тірі болған кездерге аттана алады. Яғни Шисуиді тірілтіп сюжетке қосу үшін сценаристерде жақсы ұтымды жолдар бар. Бірақ тек сценаристер, авторлар соны жасаса болғаны. Бағанадан бері мен Шисуи жайлы айтып, оны біресе мақтаймын, біресе оның қабілеттерін даттаймын. Бірақ сонымен Шисуи қандай кейіпкер? Мен әдеттегідей ешкімге жағымпазданбай, ешкімнің көңіліне қарамай өз ойымды айтайын. Мен Шисуиді зерттеп, оны тануға, түсінуге ұмтылдым. Әрине мен барлық кейіпкерлермен солай жасаймын. Және менің қорытынды ойым мынадай. Шисуи дизайны қарапайым, бірақ фанаттар үшін өте тартымды. Кейбір қабілеттері басқалардыкімен бірдей, бірақ өзінің жұртты қызықтыра алатын Кото Амацуками мықты генджутсусына ие. Оқиға желісінде маңызды рөлі бар кейіпкер. Яғни Шисуидің тартымдылығы оның түрі мен күшінде емес, оның сюжеттегі орнында және оның жақсы жылы мінезінде. Ол аз өмір сүрсе де,
көп тірлік жасап үлгерді. Оның идеялары анимеде өз орнын таба білді, және оның көздері анимедегі шешуші сәттерде дұрыс қолданыла алды. Ал егер сіздер Шисуидің жандосы Итачидің өмірі жайлы толық білгілеріңіз келсе, онда мына видеоны көріңіздер. Сау болыңыздар.